Assalomu Автошер қауым. Шымкент қаласында Чыңал автокөлік базары. Toyota 55 2017 жылы 2.5 11 миллион теңге сұрап тұр екен. Срочно полный комплектацияда. Құрметті көрермендер, канал соңына дейін қарап, қолдап тіркеліп кетіңіздер. Бұл видеода көрермендердің сұрауы бойынша түсірілген автокөліктер. Келесі бізде Chevrolet Cobalt 2023 жылғы 1.5, пробегі 34.200 км, бағасы 6 миллион 700 мың теңге сұрап тұр екен. Саудасы бар, люкс комплектацияда. Салонның велюр, таза, автомат коробка. Келесі бізде кроссовер Nissan Qashqai 2007 жылғы 2 куб автомат, бағасы 5 миллион теңге сұрап тұр. Hyundai Solaris 2015 жылғы 1.6, пробег 88.300, бағасы 6 миллион 600 мың теңге сұрап тұр. Nexia 2 люкс, камбер бар, кур бар. 2013 жылғы 1.5 2 миллион 500 мың теңге механика. Люкс комплектацияда. Салон бар, химчистка істелінген, 15-тік простой дискіде. Жұмысы жоқ. Тап-таза. Matiz автокөлігі 2012 жылғы объем 08 автомат, бағасы 2 миллион 50 мың теңге сұрап тұр екен. Салон таза, терезелері қол пакет. Родной краскада ВАЗ-2114 2013 жылғы 1.6 157 мың пробегпен, бағасы 2 миллион 300 мың теңге. Родной краска дейді. Салондары таза. Алды 2 электропакет. Келесі Chevrolet Gentra 2014 жылғы 1.5 автомат 3 миллион 900 мың теңге. Газ, бензин. Он алтылық титановый дискіде, сыртында жұмыстары жоқ. Toyota Camry 35-тік 2005 жылғы объем 2.4 автомат, бағасы 6 миллион 900 мың теңге сұрап тұр. Саудасы бар. Toyota Camry 45 2011 жылғы объем 2.4 автомат, бағасы 6 миллион 500 мың теңге сұрап тұр екен.
салоны велюр. Сыртында жұмысы жоқ, титановый дискіде. Саудасы бар. Келесі бізде Toyota 99 жылғы 3 литр. Бағасы 3.820.000 теңге. Газ, бензин. Тағы бір ВАЗ 2114-іміз 2013 жылғы 1.5 170.000 пробегпен, бағасы 1.700.000 теңге сұрап тұр. Matiz автокөлігі 2006 жылғы 08 механика, бағасы 1.100.000 теңге. Mercedes 221 2006 жылғы ABM 3.5, бағасы 7 миллион теңге сұрап тұр екен. Полный комплектацияда, жағдайы жақсы. Toyota Corolla 2011 жылы 1.6 автомат, бағасы 5 миллион теңге сұрап тұр екен. Саудасы бар. Hyundai Accent 2023 жылғы 1.6 автомат 7.420.000 теңге. Бағасы келісім бойынша. BMW E34 санақтағы широкоморды қара түсті черепаға титанка 94 жылғы 2.5 автомат, бағасы 2.300.000 теңге сұрап тұр екен.
Chevrolet Lacetti 2011 жылғы 1.6 механика, бағасы 3 миллион 700 мың теңге сұрап тұр. Саудасы бар. Титановый дискіде. Салон таза, дерево. Mercedes Luparik 97 жылғы 3.2 автомат, бағасы 3 миллион 800 мың теңге дейді. Срочно сатылады. Саудасы бар. Mercedes 124 кузовтегі 230 92 жылғы объем 2 куб механика, родной краска дейді. Бағасы 1 миллион 650 мың теңге сұрап тұр. Golf 4 автомат 2002 жылғы 2 литр 2 миллион 750 мың теңге сұрап тұр екен. Саудасы бар. Chevrolet Gold 2021 жылғы 1.5 автомат, бағасы 5 миллион 700 мың теңге сұрап тұр. Саудасы бар. Көрсетілген нөмірден тоңырақ біле аласыздар. Nexia 2 кондер жоқ екен, гур бар. 2013 жылғы 1.5 164 мың пробегпен, бағасы 2 миллион 700 мың теңге. Салондар химчистка істелінген, 4 электропакет. Сорт түсте Nexia 2 2013 жылғы 1.5 2 миллион 250 мың теңге сұрап тұр екен. Audi A6 96 жылғы 2.6 механика, мотор коробка в отличном состоянии дейді. Бағасы 1 миллион 600 мың теңге.
Келесі Audi A6-іміз 96 жылғы, объем 2.6, 3 миллион 200 мың теңге. Газ, бензин. Lexus RX 300 98 жылғы 3 литр 4 миллион 500 мың теңге сұрап тұр екен. YouTube'a қарайсың? Priora 70 2013 жылы 1.6 2,5 миллион теңге сұрап тұр. Универсал. Mercedes Luparik 99 жылғы 3.2 автоматтық бағасы 3 миллион 300 мың теңге сұрап тұр. Алдыңғы лобовойын ауыстыру керек екен. Трещина бар, салон чехол салынған. Таза. Сортсте Audi S4 91 жылғы 2.3 дозатор механикада. Бағасы 1 миллион 620 мың теңге. Саудасы бар. Құрметті көрермендер, каналға тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Келесіде қандай автокөліктер түсірейін жаза кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды.